Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып бала тәрбиесінде болмақ. Атақты психотерапевт Вирджиния Сатир әр адамды құмыраға теңеген екен. Яғни өмірге келген кезде баладағы құмыра бос болса, біз қаншалықты жақын аймағындағы адамдар, ата-ана, ағайын туыстар ол құмыраны эмоциялар мен сезімдермен толтырамыз. Соған байланысты ересектік кезеңде қандай баланы алып шығатынымыз анықталады екен. Ендеше адам өмірге келген кезде бос құмыраның ең төртке бөліп қарайтын болсақ, ең түбінде рухани болмысы, адамның тек қана өмірге келгені үшін осы әлемді таңдап, ата-ананы таңдап, осы жер бетіндегі кеңістікке келгені үшін біз баланы қабылдау болып табылады екен. Соған байланысты егер адам өмірге келген кезде мен жақсымын, сүйкімдімін, мен махаббатқа лайықтымын, мен бармын, мен осы өмірге келдім деген болмысын қабылдау ата-ана тарапынан шартсыз түрде шартсыз махаббат сыйлау болып табылады. Құмыраның түбін біз қалай толтырдық, қаншалықты балаға біз шартсыз махаббат бере алдық. Шартсыз махаббат дегенде бұл жерде бала қандай болсын, мейлі тентек болсын, мейлі айтқанды тыңдамасын, жылауық болсын, тағысын тағы, дегенмен бала өмірге келгені үшін, менің балам болғаны үшін жақсы көру деген шартсыз махаббат. Шартты махаббат тек қана сен жақсы болсаң, айтқанды тыңдасаң, сабақты беске оқысаң ғана мен сені жақсы көрем деген шартты махаббат. Ал бала өмірге келгенде шартсыз махаббатқа лайықты болып келеді. Сондықтан қаншалықты мен бармын деген болмысын, талабын орындай алып жатыр екенбіз, үлкен сұрақ. Сонымен қоса екінші бір бөлігін қарайтын болса, құмыраның ол баланың қажеттіліктері, яғни махаббатқа, тәуелсіздікке, еркіндікке, құрмет тұтуына деген тағысын тағы көп деген қажеттіліктері қаншалықты өтеліп жатыр. Яғни құмыраның екінші бөлігіндегі баланың қажеттіліктері, мысалы тәуелсіздікке дейік, балаға біз қаншалықты тәуелсіздік беріп жатырмыз. Көбінде ата-аналар менің айтқаныммен жүресің, менің айтқанымды тыңдайсың, тұр дегенде тұрасың, отыр дегенде отырасың, барасың десе барасың, бармайсың десе бармайсың дегендей тәуелсіздікке деген қажеттіліктің өтемей жатады, махаббатқа деген қажеттілігіне. Яғни қаншалықты бала махаббатқа толы, қаншалықты осы қажеттілігі құмыраның екінші бөлігі толы, қаншалықты бала құрметке лайық, жеке шекарасын құрметтейміз, болмысын біз құрмет тұтады екенбіз. Құмыраның түбіндегі мен бармын деген болмысы, сонымен қоса екінші бөлігіндегі қажеттіліктері өтелмеген жағдайда құмырадағы үшінші бөлікке баланың іштей сыртқа шығара алмайтын, сыртқа жария ете алмайтын өкпе, реніш, ыза сияқты әрекеттерді көріп жатамыз. Оны бала сыртқа шығара алмайды, көрсете алмайды. Сондықтан оны біз көп баланың бойында байқай бермейміз. Мысалы ретінде баланың ата-анаға деген реніші, басқа бауырына көп көңіл бөлгені, басқа бауырына шоколад алып бергені, бірақ оны бала жеткізе алмайды. Ол сезімдерді, ол эмоцияларды, уайымдау эмоциялары деп айтады. Оны көрсетпейді. Құмыраның бетіне келетін болсақ, ең соңғы бөлігіндегі бала ол уайым сезімдерін, ашу, ыза, агрессия, айтқанды тыңдамау, сөз қайтару, ұрысу, үйді жина десе жинамау дегендей, сабақты оқымау дегендей, осындай талқанға шығаратын эмоциялар, разрушительный, яғни құртатын, құрдымға жіберетін эмоциялар арқылы көрсетеді екен. Сондықтан біз көбінде мұғалім болайық, ата-ана болайық, құмыраның бетінен ғана қараймыз да, құмыраның бетіндегі негативті эмоцияларды, сезімдерді көреміз де, бұл бала тәрбие көрмеген, ата-анасы тәрбие бермеген, немесе тағысын тағы мінезі сондай жаман деп біз солай қараймыз. Дегенмен бала неліктен ондай әрекеттерді көрсетеді. Қайталап құмыраның астынан бастап қараған кезде, оның тек қана бар болғаны үшін шартсыз қабылданды ма, баланың керекті қажеттіліктері өтелді ма, өтелмеді ма, неліктен баланың бойында қандай уайым, қайғылары бар екен, соның салдарынан осындай мінез көрсетіп жатқан болуы мүмкін. Жан дүниесінде не жатыр екен, құмырасын ашып қарайық, құмыраның түбінде, ортасында, тағы орта тұсында нелер бар екен деп
қарау маңызды. Тек қана бетіндегі негативті әрекеттерден тұратын құмыраның бетіндегі қаймақты емес, астына үңілуімізге тырысуымыз керек. Сонда біз баланы жақсы түсінетін боламыз. Егер алдымыздағы баламыз сондай әрекеттер көрсететін болса, бұның болмысы, қажеттіліктері, ішкі уайым эмоциялары қандай екен деп үңілген кезде бала бізге түсінікті бола бастайды. Баланы тәрбиелеу де түсінікті бола бастайды, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Осы теорияда сіздерге өзінің пайдасын тигізді деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.